12 жасқа толған балаларға арналған. Қуаңдария, сырдың бойындағы сырлы шаһарларға қуат берген өзен. Осы арнаның бойында өртенге шыққан өндірдей болып талай қалалар қалыптасқан. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда сырдың суы Жаңадария арнасынан ауысып, Қуаңдарияға құяды. Осы тұста Жетасар жұрты жетілген. Бұл қазақ халқының ғана емес, Орта Азия халықтарының қалыптасуында орасан зор рөл атқарған өркениет. Жетасар бұл сыр бойында ғана емес, жалпы қазақ жеріндегі қала мәдениетіне байланысты ерекше құбылыс деп айтсақ болады. Өйткені себебі Жетасар оазисінде, Жетасар жазирасында 1000 жылға жуық қалалық мәдениет өмір сүрген. Бұл көп ғалымдар бұған келісе де бермейді. Көп ғалымдар бұлар зерттеудің нәтижесінде бұған көзі жетіп, осындай таңырқастықпен қарайды. Себебі Ширкабадтың өзі 300 жылдай өмір сүрген. Мейлі кешек Қазақ хандығын алайық, мейлі Моңғол империясын алайық, болмаса Ресей патшалығын алайық, олардың ешқайсысы 1000 жыл өмір сүрген жоқ. Ал Жетасарда үздіксіз сабақтастық байқалады. Жетасар мәдениетін 3 үлкен кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең Жетасар, екінші Жетасар кезеңі, үшінші Жетасар кезеңі. Бірінші кезеңі бұл қалалардың қалыптасуы. Бұл Ширкабад мәдениеті өмір сүруін аяқтағаннан кейін біздің заманымызға дейінгі 2-1 мыңжылдықтан бастап, біздің заманымыздың 2-3 мыңжылдығының арасында осы бір алғашқы Жетасар мәдениетінің қалыптасу кезеңдері болады. Қуаңның бойында қалалық өмір қарқынды дамыған. Қазірдің өзінде 50-ге тарта ескі шаһар елге белгілі. Бірақ олардың көбісі толық сақталмаған, құм боп үйіліп, құпиясын қойнына бүгіп жатыр. Сол үшін де жұртшылық оларды асарлар деп атайды. Кез келген Жетасарлық қала Қуаңдария арнасының бір бойында орналасып, немесе Қуаңдарияның негізгі арнасынан тартылған үлкен каналдың бойында орналасады. Жетасар деп аталуының басты себебі сол маңайда тұратын қазақ ауылдары біреуінің үстіне шыққан кезде арнасында жетеуі көрініп тұратын болғаннан кейін Жетасар атап кеткен. Бұл жерлерді қаңлылар мекендеген. Көне Қытай жазбаларында қаңлылардың қаласында 600 мыңдай адам тұрады. Әскерлерінің саны 120 мыңға жете қабыл деп жазады. Демек, Қуаңдарияның сағасында Тұран жазираның даласында алып мегаполистер өмір сүрді деген сөз. Томпа ғасар. Қазба жұмыстары қарқынды жүрген Жетасар мәдениетінің бір бөлігі. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші, 5-ші және біздің заманымыздың 5-ші, 6-ші ғасырларында өмір сүрген қала. Мұнда Толстов, Левиналар бастаған Хорезм археологиялық экспедициясы зерттеу жұмыстарын жүргізген. Жалпы қала биік төбенің басында орналасқан. Қаңлылардың қаласы негізінен бір-біріне өте жақын. Аңдап қараған адамға Томпа ғасардың төңірегінен Қос асар, бидайы ғасар, моншақты асар, тас асар, жол асар, қара асар, алтын асар сынды ірі орталықтар түгел көрінеді.
Жетасар мәдениетінің жетілген бір қаласы Алтынасар ат шаптырым аумақты алып жатыр. Айналасы дуалмен қоршалған. Қаланың іргетасы қаңлы заманда қаланғанымен дәурен салған дәуірі түркілік кезеңге дейін келіп жетеді. Жетасар мәдениетін екі топқа бөліп қарастырады. Шығыс асарлар, батыс асарлар деп. Бұндағы батыс асарлар негізгі тобы болды қаланың. Сол батыс асарлардың орталығы ретінде қарастыруға болады Алтынасарды. Ең үлкені батыс асарлар тобының ішіндегі ең үлкен қала. Қазіргі мысалға 20 гектарға жуық жер алып жатыр. Ол жерде 5 үлкен құрылыс нысандары бар. Үлкен үй, кіші үй, керуен сарай, ғибадатхана сияқты үлкен құрылыс нысандары бар. Алтынасар өзінің өмір сүруі сол Жетасар мәдениетінің ең бірінші бастап қалыптасқаннан бастап ең соңына дейін өмір сүрген Алтынасар қаласы. Кей балталар өткір болғанмен кей бұтақтар қатты болады емес пе? Алтынасарда анталап келген талай жауға қатты бұтақша қауқар танытып, беріштей қалпын бір сәт болсын бұзбаған. Мыңжылдықтарда мұқалмаған шаһардың әскери фортификациялық жүйесі өте мықты болған. Мәселен, біз қазір садақшылар шоғырланған шағын аумақта тұрмыз. Бұл құралайды көзге атқан мергендер орналасқан аумақтың диаметрінің өзі 50 метрді құраған. Бүгінгі кезде әр қаланың төңірегінде 700-ден 1000-ға жуық обалары бар, яғни жерлеу орындары бар. Қалалардың сырты обалардан бос емес осы кездің өзінде. Бұл халықтың көп орналасқандығын көрсетеді. Ол кейбір обалар кейбір қорымдар бір-бірінің үстіне түсіп кеткен. Яғни көне замандағы қорымдар оның үстіне келіп, кейінгі замандағы қорымдар жаңағы 1000 жыл бойы халық жерленген ғой. Бұл 1000 жыл бойы халықтың өмір сүргендігін де көрсететін. Енді әскери жағын алатын болсақ, бұл қаланың қорғаныс жүйесінен қарап білуге болады. Бұл осынша қалаларды бүгінгі таңда мысалы кейбір асарлардың биіктігі 25 метрге дейін жетеді. Бүгінгінің өзінде бұл әбден шөгіп безілгенде, ал ол кезеңде ол одан да биік ірі фортификациялық, яғни қорғаныс жүйесінің болғандығы, бұл әскери қала бейімделген. Жетасар мәдениетіне жататын қалалар 7-9 ғасырлардан кейін құлдырай бастайды. Себебі Қуаңдарияның бойын қуаңшылық жайлайды. Өзеннің бағыты өзгеріп, Сырдарияның қазіргі арнасы қалыптасады. Табиғи құбылыспен бірге өркениетте өзінің орнын өзгертеді. Осылайша сырдың бойында сырлы шаһарлар пайда болады. Анығында сыр бойындағы барлық қалалардың негізін жетасарлықтар қалаған. Қуаңдария арнасы құрғап біртіндеп құрғағаннан кейін Жетасар тұрғындары жан-жаққа қарай көше бастайды, су тартылғаннан кейін. Мысалға бір қауым батыс бағытта, солтүстік батыс бағытта қазіргі Амударияның теңізге құяр тұсына қарай көшеді. Сол жерде Кердер деген мәдениет қалыптастырды. Біздің батпақтағылар Жанкент, Кескенкүй, Күйікқала қаласымен қатар өмір сүрген. Бір бөлігі осы Жанкентке, Сырдарияның теңізге құяр тұсында солай қарай көшіп кетті. Жанкент қаласының, Кескенкүйікқала, Күйікқала қалаларының, жалпы осы өңірдегі барлық біздің оғыздардың қаласы деп жүрген қалалардың, мысалға 8-9 ғасырдан бері қалыптасқан, 7 ғасырдан бері қалыптасқан қалалардың барлығының негізін жетасарлықтар салған. Жанкентті терең қарай, төбіне қарай қаза берсек, Жетасардың соңғы кезеңінің материалдарын береді. Көңілге кірбің ұялататыны тәуелсіздік алғаннан кейін Жетасар мәдениетіне ешқандай қазба жұмыстары жүргізілмеген. Болашақта бюджеттен қаржы қаралып, елдік мүддені, ұлттық мүддені алға қоятын археологтар осы жерді қазса, талай тарихтың бетін ашарымыз айқын. Расында туған жер түсу, туған өлкенің әрбір қиыршық құм мен түйіршіктасын ардақтаудан басталады. Бұл туған өлке хабары, тарихымыз түгел, болашағымыз баянды болғай.